Армысыз құрметті көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айым Ғалымқызы. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Республика күні еліміздің басты мерекесі. Бұл мереке әрбір Қазақстанның жүрегінде ерекше орын алады. Ендеше қарағандылықтар республика күнін қалай атап өтті? Бұл туралы толығырақ мен Ақгүл Сұлтанқызы бірер минуттардан соң айтып берем. Теміртауда инженерлік инфрақұрылым жаңартылып, қалада газдандыру жұмыстары жалғасып жатыр. Аймақ басшысы Ермағанбет Бөлікбаев тұрғындармен кездесіп, атқарылған істер мен алдағы жоспарларды талқылады. Шаһарымызда бірінші рет оқушылардың арасында облыстық жазғы спартакиада басталды. Бұл іс-шара өңіріміздің 2000-ға жуық адамның басын қосты. Бұл туралы сәлден кейін. Республика күні қарсаңында Қарағанды облысында еңбегі еленген азаматтар марапатталды. Өңірдің 38 тұрғыны ел президенті атынан мемлекеттік наградаларға ие болды. Арнайы марапатты облыс әкімі Ермағанбет Бөлікбаев табыстады. Марапат иелері әр салада табысты еңбек етіп жүрген мамандар. Олардың қатарында шахтерлер, дәнекерлеушілер, дәрігерлер, ұстаздар мен ауыл шаруашылығы қызметкерлері де бар. Нұра ауданындағы Сарыөзен шаруа қожалығының басшысы Рамазан Әбілдинге құрмет ордені табысталды. Мен енді сол ауыл шаруашылығымен айналысамын. Оның ішінде мал шаруашылығы, жылқы өсіремін. Сосын қазақтың ақбас сиырымен айналысамын. Қазақтың ақбас сиыры бүгінгі күні өте тиімді, пайдалы деп есептейміз. Себебі ол өте төзімді, өте сондай өзінің нәтижесін беретін мал. Біз енді оны міндетті түрде жаңағы өзіміз ғана өсіріп қоймай, жан-жағымыздағы шаруа қожалықтарына сатып жатырмыз. Олар да сол немен айналыссын дегендей мақсатта. Өздерінің шаруашылықтарын өркендеп өсіруіне өте тиімді деп есептейміз. Жалпы өңірде ғылымды, медицинаны, спортты және цифрлық технологиялар дамытуға бағытталған ірі жобалар іске асырылып жатыр. Облыс әкімі Ермағанбет Бөлікбаев маңызды саяси трансформациялар мен әлеуметтік өзгерістерге тоқталды. Мемлекеттің басты байлығы адам. Ал Қарағанды облысы көзі ашық, көкірегі ояу, талантты, адал азаматтарға бай. Сондықтан бүгінгі мереке өткенге тағзым ете ғана қоймай, алдағы үлкен мақсаттарға бірге ұмтылуға шақыратын күн. Жоғары марапат алып жатқан әр жерлесімізді адал азамат деп атауға болады. Еңбектеріңіз жемісті бола берсін. Мемлекетіміздің іргесі берік, еліміздің бірлігі мықты болсын, береке құтты болсын. Айта кетсек, Ақордада өткен салтанатты рәсімде кенші Сергей Чернобай мен Мейкер компаниясының дәнекерлеушісі Марат Әлібеков президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қолынан марапат алды. Сондай-ақ мемлекеттік егемендік туралы декларацияның қабылданғанына 35 жыл және Қазақстан Халқы Ассамблеясының 30 жылдығына орай Дағыстан мәдени орталығының өкілі Юсуп Умаров пен Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университетінің доценті Салауат Кентбек бірлік алтын медальмен марапатталды. Мерекелік жиын шығармашылық ұжымдардың қатысуымен өткен концертпен қорытындыланды. Қарағанды облысы республика күнін айрықша сән салтанатпен және асқақ рухпен атап өтті. Таңмен таласып шаһарымыздағы басты ту желбіреген алаңға жиналған жүздеген қарағандылық мемлекеттік әнұранды бір дауыспен шырқап, елдің айбары мен бірлігін паш етті. Бұл салтанатты іс-шара ұлттық мерекенің 10 күндігінің түйіні болды. Республика күні ел бірлігінің, тәуелсіздіктің, бейбіт өмірдің символы. Бұл мейрам өткенге тағзым, бүгінге алғыс, болашаққа сенім күні. Қарағандылықтар мерекеде көк туды желбіретіп, әнұран шырқады. Бұл ел азаматтарының отанымызға деген патриоттық сезімін ұлғайта түсті. Мерекелік іс-шараға аймақ басшысы, қоғам және еңбек ардагерлері, жас буын өкілдері мен әскери қызметкерлері және қала тұрғындары қатысты. Республика күні бұл жай ғана мереке емес, ұлттың жүрегінен орын алған киелі күн. Ол елдің тұтастығын, бейбіт өмірдің қадірін және болашаққа деген сенімді бейнелейді. Осындай айтулы мерекеде Ермағанбет Бөлікбаев қарағандылықтарды құттықтап, республика күні мейірлі әрі тұғырлы мереке екенін жеткізді. Бүгін Астанадан бастап егемен еліміздің барлық аймағында
мемлекеттік ту көтеру салтанаты өтіп жатыр. Барлық өңірде мемлекеттік гимн шырқалып, егемендік пен тәуелсіздіктің басты құндылығымыз екенін еске салды. Жасына, тегіне, ұлтына, басқа да ерекшеліктерге қарамастан, баршамызды теңестіретін, басымызды біріктіретін ең үлкен құндылық Қазақстан Республикасының азаматы болу. Бұл үлкен мақтаныш әрі зор жауапкершілік. Биылғы республика күні ерекше тарихи мәнге ие. Дәл осыдан 35 жыл бұрын 1990 жылдың 25 қазанында Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылданған еді. Бұл құжат елдің тәуелсіздікке бастар алғашқы және шешуші қадамы болды. Сол күннен бастап қазақ халқының жаңа дәуірі, еркін елдің, дербес мемлекеттің тарихы басталды. Қала тұрғындары да отанымызға жылы лебіздерін айтудан тыс қалған жоқ. Республика күні құтты болсын. 25 қазан тек еліміздің ғана емес, барлық осы халқымыздың, Қазақстанда тұратын барлық адамдардың мерекесі деп білеміз. Республика күні құтты болсын. Республика күні құтты болсын, болашағымыз жарқын болсын. Өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз осы еліміздің қорғанышы бола берсін. Біздің лекон Қазақстанның лекон атаман болсын. Біздің ешқашан соғыс болмасын, бәрі халықтың аман болсын, бәрі бірге жүріп, бірге көтерейік біздің Қазақстанды. Құрметті қазақстандықтарды Қазақстан Республикасы күнімен құттықтаймын. Еліміздің іргесі аман, болашағы жарқын болсын, туымыз әрқашан биікте өрлей берсін. Облысымызда ұлттық мейрамға орай көптеген акция, мәдени орталықтардың ашылуы, қайырымдылық іс-шаралары өтті. Мерекелік сәт облыстың түкпір-түкпірінде жалғасын тапты. Республика күні әр жүректе тәуелсіздік рухын жаңғыртып, ұлттың бірлігін, елдің айбатын асқақтата түсті. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1 Қарағанды телеарнасы. Теміртауда инженерлік инфрақұрылым жаңартылып, жолдар жөнделіп жатыр. Биыл қалада 5 шақырымға жуық жылу желісі жаңғыртылды. Сонымен қатар су және электр желілерін қайта құру жұмыстары жүргізілуде. Бұл туралы облыс әкімі Ермағанбет Бөлікбаев Теміртау тұрғындарымен кездесу барысында мәлімдеді. 2022 жылдан бері қалада магистральдық жылу желілері кезең-кезеңмен жаңартылып келеді. Биыл 3 жобаны аяқтау жоспарланған. Ал келесі жылы Мичурин, Ушинский көшелері мен Мир даңғылындағы желілер жөнделеді. Қарағанды Теміртау су құбырын жаңарту жобасы да жалғасуда. Бұл 2026 жылға дейін жүзеге асырылады және қаланы тұрақты сумен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Барлық мәселе кезең-кезеңмен шешімін тауып жатыр, дейді облыс әкімі. Бүгін сіздермен ресми жағдайда кездесудің сәті түсті. Былтырғы кездесуде бір қатар мәселелер көтерген болатын, оның бәрі біреулер шешіліп, біреулер шешім тауып жатыр. Ал шешілмеген жұмыстар біздің жоспарымызда. Кездесуде тұрғындар коммуналдық және абаттандыру мәселелерін көтерді. Ақтау ауылында орталық қазандық құрылысы күтілуде. Жоба дайын, қаржыландыру бөлінсе құрылыс басталады. Сондай-ақ өрт сөндіру депосын салу қажеттілігі айтылды. Теміртау әкімі Ғалым Әшімов шаһар экономикасы өсім көрсетіп отырғанын алға тартты. Қалада жаңа өндіріс орындары ашылып, шағын және орта бизнес дамып келеді. Қаламыздағы дамыту үшін маңызды сала және экономикамыздың басымы бағыттарының бірі өнеркәсіп. Өткен жылы біздің қала үшін өсім жылы болды. Барлық негізгі әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер бойынша оң динамика байқалды. 2025 жылдың қорытындысы бойынша қаланың әлеуметтік экономикалық дамуының негізгі көрсеткіштерінің оң динамикасы күтілуде. Өнеркәсіпте 19,9 мыңнан астам адам жұмыс істейтін 164 кәсіпорын бар. Есепті кезеңде ағымдағы жылдың 9 айында 3,3% өсімнен 944 миллиард 600 миллион теңгеге өнім өндірілді. Қаланы газдандыру жұмыстары қарқынды. 3-ші іске қосу кешені аяқталуға жақын. Нәтижесінде 2 мыңнан астам жаңа абонент табиғи газға қосылады. Кездесу соңында облыс әкімі азаматтарды жеке қабылдады. Шаһарымызда мәслихат депутаттарын сайлау өтті. 26 қазан күні қалалық мәслихаттың шығып қалған депутаттарының орнына лайықты кандидаттар ұсынылды.
Дауыс беру учаскелері ашық белсенді түрде қызмет атқарды. Ал қала тұрғындары болса демалыс күніне қарамастан белсенді түрде өз таңдауын жасады. Нөмір 87-ші сайлау учаскесінде науқан таңғы 7-де аса зор қарқынмен басталды. Әр тұрғын азаматтық белсенділік танытып, дұрыс шешім шығаруға атсалысты. Өзім бүгін азаматтық борышым, міндетім, қаламыздың өркендеуі мен көркеюіне байланысты осы 3 кандидаттан бір кандидат таңдадым. Дауыс бердім. Ол жалпы осы Қарағанды қаласының тұрғындарының осы қалалық мәслихатқа қатысып жатқан депутатқа дауыс беру барлық азаматтардың борышы деп білемін. Жалпы сайлау барысы келдім, жақсы өтіп жатыр. Енді таңертеңгілік кезең ғой, адамдар келіп жатыр, дауыс беріп жатыр. Енді 3 кандидатқа да әділетті жеңіс тілеймін. Халық өз таңдауын жасайды. Ары қарай осы қаламыздың көркеюіне адал қызмет етеді деп сенемін. Сайлау үдерісінің ашық әрі әділ өтуін бақылаушылар мен сенімді өкілдер қадағалады. Қалалық сайлау комиссиясының мәліметінше дауыс беру барысында заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. Еске салсақ, сайлау процесі Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңға сәйкес жүргізіледі. Сайлау өзі қарқынмен, уақытымен басталып жүріп жатыр. Халық бірте-бірте келіп отыр. Енді жексенбі болған сайын болғандықтан ба кішкене кештеу де келіп отыр. Бұл кісілер жұмысқа асығып бара жатып, соғып кетіп отыр. Бірінші келіп жатқан сайлаушыларға сыйлықтарымыз беріп жатырмыз. Енді кішігірім көңіл деп. Енді бұл сайлауымыз жаңа жоғарыда өздеріңіз көрдіңіздер ғой. Қайта шығып қалған кандидаттардың орнына сайлау жүріп отыр. Кандидат стендте көргеніңізде 3 кандидат сайлау барысына түсіп отыр. Сайлау өзі уақытымен жақсы өтіп отыр. Сайлау қорытындысы алдағы күндері ресми түрде жарияланады. Жаңа құрамдағы мәслихат депутаттары қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы мен тұрғындардың өзекті мәселелерін шешуге үлес қосады деп күтіледі. Асакаров ауданында полицияның жедел басқару орталығы ашылды. Оның жүйесіне қоғамдық орындарда және аудан орталығының көшелерінде орнатылған 109 бейне бақылау камерасы қосылған. Сондай-ақ мектептер мен балабақшаларда 900-ден астам камера біріктірілген. Полиция қызметкерлері мұнда тәулік бойы нақты уақыт режимінде болып жатқан оқиғаларға мониторинг жүргізеді. Бұл оқиғаларға жеделден қоюға және қоғамдық қауіпсіздікті арттыруға мүмкіндік береді дейді мамандар. Бөлімшенің ашылуына Қарағанды облысы полиция департаменті бастығының орынбасары мен Асакаров ауданының әкімі қатысты. Бұл жедел басқару орталығына 109 сыртқы бейне бақылау камералары қосылған. Оның ішінде 8-і кіріс шығыс жолдарында орнатылған автокөліктерді мемлекеттік тіркеу нөмірлерін тануға арналған. Осы жедел орталық қосылғаннан бері біздің бейне камералар арқылы 45 әкімшілік құқық бұзушылықтар анықталды. Қазіргі кезде ауданымыз бойынша 38 білім беру ұйымы бар. Осы аталған мекемелердің жалпы саны 913 полиция бөліміне, кезекші бөліміне камералар қосылған. Бұл камералар арқылы біздер мектепте және де балабақшаларда болып жатқан оқиғаларды дер кезінде біз қарап дереу шешім қабылдай аламыз. Тәртіп сақшысының айтуынша жақын арада жүйені кеңейту және адамдар көп жиналатын жерлерде жасанды интеллект элементтері бар зияткерлік камераларды орнату жоспарланып отыр. Қостанайда өткен Digital Child аймақ қорғауда форумында еліміздің кибер қауіпсіздік жүйесін нығайту мәселелері талқыланды. Жиынға мемлекеттік органдардың өкілдері, IT мамандары мен сарапшылар қатысты. Кездесудің мақсаты өңірлердің цифрлық тұрақтылығын арттырып, жаңа қауіптерге қарсы тиімді қорғаныс жүйесін қалыптастыру. Кездесу барысында мамандар деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығын атап өтіп, Digital Child жобасының жаңа бағыттарын таныстырды. Бағдарлама аясында жасанды интеллект технологиялары кибер шабуылдарды алдын ала анықтау және болдырмау үшін қолданылмақ. Бұл тек мемлекеттік құрылымдар ғана емес, әрбір азаматтың жеке дерегін қорғауға бағытталған маңызды бастама.
Это мероприятие предназначено для того, чтобы руководить... Бұл іс-шара аудан, облыс, қала әкімдері мен қызметкерлеріне цифрлық қауіптер туралы айтып беріп, олардан қалай қорғануға болатынын көрсету. Бүгінгі таңда технологияны дұрыс пайдалану адамдардың өздеріне де байланысты. Сарапшылардың айтуынша, еліміздің цифрлық кеңістігі күн сайын кеңейіп келе жатқандықтан, ақпараттық қауіпсіздікті сақтау басты міндеттердің бірі. Сол себепті 2030 жылға дейін Қазақстанда кибер қауіпсіздік саласында 25 мың жаңа маман қажет болады. Бұл бағыттағы кадрларды даярлау еліміздің технологиялық тәуелсіздігін қамтамасыз етеді, дейді мамандар. Бүгінде Қазақстанда 635 маңызды нысан бар. Оның ішінде электронды үкіметтік порталдар, өнеркәсіп саласының маңызды жүйелері. Ал қазір 57 цифрлық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін нысан жұмыс істейді. Қазір қажетті мамандар даярлау бойынша жұмыстар жүргізіліп жатыр. Форум қорытындысында қатысушылар бірлесе әрекет ету, білім мен тәжірибе алмасу арқылы ғана сенімді цифрлық қорған құруға болатынын атап өтті. Цифрлық қалқан бастамасы елдің болашағына бағытталған, азаматтардың қауіпсіз өмірін қамтамасыз ететін стратегиялық бағдар болмақ. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Облысымызда алғаш рет өтетін оқушылардың облыстық спартакиадасы жас спортшылардың көптен күткен іс-шарасы. Ауқымды додаға өңірдің 6 қаласы мен 7 ауданнан 2000-ға жуық өрен қатысады. Олар 2 күн бойы 13 спорт түрінен өзара бақ сынаспақ. Спартакиаданың басты мақсаты жастар арасында саламатты өмір салтын қалыптастыру, бұқаралық спортты дамыту және болашақ чемпиондарға жол ашу. Осындай іс-шаралар жас ұрпақтың денсаулығын нығайтып қана қоймай, олардың намысын, табандылығын және командалық рухын арттырады, дейді ұйымдастырушылар. Бұл спартакиаданың өткізуіне бірден-бір түрткі болған мәселе, ол өздеріңіз білесіздер, басқарма басшысы олимпиада чемпионы Серік Жұманғалиұлы Сәпиевтің бастамасымен осы ауылдағы жергілікті жерлердегі балаларды бір жерге қосып, олимпиадалық бір бағдарлама сияқты қылып, сол балалар өздерін олимпиада жарыстарында жүргендей сезіну үшін осы спартакиада арқылы жоғары спортқа шығарып, сонымен қатар бұқаралық спортты дамыту түрткі болды осы жарыстың ұйымдастыруына. Жоғары жетістіктер мектеп ауласынан балалар спорт алаңдары мен секцияларын басталады. Сондықтан мемлекеттік саясаты бұқаралық спортты дамыту, жоғары жетістіктерді қолдау. Жарыстар шаһарымыздың бірнеше спорт нысандарында өтеді. Мұнда футбол, волейбол, жеңіл атлетика, шахмат және тағы да басқа бағыттар қамтылған. Әр спорт алаңының өз атмосферасы, өз күресі бар. Қатысушылардың ынтасы мен дайындық деңгейі өңірде спортқа деген қызығушылықтың жоғары екенін дәлелдейді. Әрбір қатысушы өз мектебінің, өз қаласының немесе ауданының абыройын қорғап, жеңіс тұғырынан көрінуді мақсат еткен. Жеңімпаздарға медальдармен қатар ақшалай сыйлықтар да табысталмақ. Бұл жастарды одан әрі ынталандыра түсері анық. Волейбол спортынан келдік. Жарты жылдай дайындалдық. Күнде тренировкаларға упорно қатысып, дайындалып, жарыста бірінші орын аламыз деп сенеміз. Спартакиадалар болғаны күшті ғой. Балалар развиваться етіледі. Спорт түрінен де мышление физический. Облыстық спартакиада бұл тек жарыс емес, жас ұрпақтың бірігуі мен ортақ мақсатқа ұмтылуының көрінісі. Мұндай бастамалар өңір спортының дамуына серпін беріп, еліміздің дені сау, қайсар, рухы мықты азаматтарын тәрбиелеуге бағытталған. Қарағанды төрінде өтетін бұл іс-шара жас спортшылардың арманға алғашқы қадамдарының бірі. Бұл дода өңірімізде дәстүрге айналмақ. Ақгүл Сұлтанқызы, Досжан Төлеутай, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан чемпионаты аясында хоккей ойындары жалғасуда өткен демалыс күндері шаһарымызда Сарыарқа командасы Көкшетаулық Арланды қабылдады. Алғашқы ойында оғландар 3-4 есебімен жеңіліп қалды. Дегенмен екінші кездесуде жанкүйерлерін қуантып 5-2 есебімен басым түсті.
Алғашқы матчта ойынның бірінші кезеңі қарсыластар пайдасына қарай шешілді. Көкшетаулық Арлан 2 шайбаны бірден соғып үлгерді. Үзіліске командалар 0-2 есебімен кетті. Екінші кезеңде Евгений Каролинский есеп айырмасын қысқартты. Артынша Константин Пальмтак таразы басын теңестірді. Үшінші кезеңде оғландар тағы бір шайба жіберіп алды. Алайда бірнеше минуттан кейін Егор Намесников қайта есепті теңестірді. Нәтижесінде ойын овертаймға ұласты. Онда сәттілік Арланның жағында болды. Алғашқы матчтың қорытындысы 3-4. Екінші кездесу қарқынды басталды. Бірінші кезеңнің аяқталуына 1 минут қалғанда Эдуард Михайлов есепті ашты. Артынша Евгений Каролинский екінші шайбаны салды. Алғашқы кезең 2-0 есебімен аяқталды. Екінші 20 минуттықта Данила Карабань командасының артықшылығын арттырды. Ең тартысты сәттер соңғы кезеңде өрбіді. Артем Лиходников 4-ші шайбаны соқты. Дегенмен Арлан оған 2 ұпаймен жауап берді. Көп ұзамай Иван Степаненко шешуші голдың авторы атанды. 5-2 Сарыарқаның сенімді жеңісі. Хорошие две игры, такие эмоциональные. Екі ойында жақсы, эмоцияға толы болды. Тәжірибесі мол, динамикасы жоғары арландықтармен ойнау үлкен әсер сыйлады. Бірінші ойында оғландарға жасаған шабуылдың нүктесін қоя алмау кедергі келтірді. Ал шешуші ойында барлығы көңілден шықты. Бұл кездесуде жеңіс бізге бұйырды. Вчерашний матч хорошо начали в первом периоде, повели 2-0. Во втором периоде немножко отдали инициативу. Бірінші матчтың алғашқы кезеңін сәтті бастап едік. Екінші кезеңде сәл бәсеңсігенімізбен келесі ойында теңдікті ұстадық. Сөйтіп овертаймда жеңіске жеттік. Бүгінгі ойынға келсек, жарақат алған хоккейшілер көп болды. Команда күші жетіспей қалды. Әзірге бізде осы. Бүгінгі таңда Сарыарқа турнирлік кестеде 2-ші орында тұр. 1-ші орында Елорданың Намат командасы. 3-ші сатыда Петропавлдық Құлагер тұр. Келесі ойындарын қарағандылықтар сырт алаңда өткізеді. Бүгін және 29-шы қазан Сарыарқа Өскеменде жергілікті Торпедоға қарсы ойнайды. Осымен редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай. Бірінші Қарағанды телеарнасы қосылу болсын. Амандықта жүздескенше.